4 бөлім. Тек керекті заттарды тез жинап қалаға қарай шықтық. Жол бойында тұрмыз. Қалтамда аз ғана ақша. Бәріміздің жолақымызға жетпейді. Көліктерді тоқтатып едім, тоқтайды, бірақ ақшаны айтқан кезде ешкім алмайды. Содан күтіп тұра бердім. Артқа қайтар жол жоқ. Егер қайта барсам, өзіме қол жұмсаймын. Үмітпен бір көлік ала кетер деп қалаға қарай жаяу жүре бердім. Кеш болып даланы қара түнек жайлай бастады. Үйден алып шыққан нанымыз да біте бастаған, суымыз да бітті. Тас қараңғы жолда үш баламен сүйретіле келе жатырмыз. Иманы бар бір кісі көлігін тоқтатып, қалаға барасың ба деп сұрады. Иә аға, бірақ ақшам жетпейді деп айтқан едім. Кәні отыра ғой деп жылы жүзбен қарады. Біршама уақыттан соң қалаға жеткізіп салды. Балаларыма су беріп, керекті мекенжайға жеткен кезде қолымдағы бар ақшаны тиын-тебеніммен қоса үстіне тағы ақша қосып берді. Қандай мейірімді жан еді. Алланың разылығы үшін көп рахмет деп рахметімді айтып түсіп қалдым. Күйеуімнің қалада үйі бар еді. Жалғыз ұл болған соң әке-шешесі бұрын қаладан үй алып қойған. Ол сол үйде тұрып оқу оқыды. Кейін екеуміз танысып, үйленіп, біраз уақыт ауылда тұрдық. Содан ол диплом бойынша қалаға жұмысқа кіріп, қалада тұра бастады. Әр аптаның жұма күні жұмыстан кейін бізге ауылға келіп, жексенбі күні кешке қалаға қайтатын. Сол үйдің алдында тұрмын. Өзімді қолға алып, балаларыммен лифтіге көтеріліп, бізбен бірге лифтіге бір ішіп алған қыз бен жігіт кірді. Олар да мен баратын қабатты таңдады. Қолдарындағы пакеттегі ішімдігі бар. Менің көзім жылап ісіп кеткен. Балаларым да әбден шаршаған. Басымды төмен қаратып тұрмын. Іскен көздерімді көрмесін деген оймен қызым да жылай берді. Содан керекті қабатқа тоқтады. Лифтіден шығып, менің артымнан олар мен барған квартираға беттеді. Мен есікті тартып қалсам, ашық екен. Ішінде көп адамдар жүр. Жаңағы ішіп алған қыз бен жігіт, "Сіздер кімсіздер?" деп сұрады. Мен үндемей тұрып қалдым. Ішіп алған екеуі мен тұтқасын ұстап тұрған есікке кірді де, есікті тарс етіп жауып алды. Мен не істерімді білмей тұрмын. Қызым тағы да жылай бастады. Сол уақытта есіктен бір қыз шықты. Менің жасым сол кезде 26-та болса, ол қыз 19-20 жас шамасында. Жалғасы бар.